Мен әлгі, мен жай әншейін не ғой әлгі ана. Мен мына жерден енді... Жоқ, бұл қалай? Қыздың өзі кеп тұрғанда тұрақ ашқаным не? Сорлы! Есу аспын. Ақымақпын. Сен қайда болдың, достым? Сұрама, Пич. Камераны алдың ба? Ей, Макс, әкем біліп қойса, менің жанымды шығарады. Осыны істемей қойса қайтеді? Жалғыз мүмкіндігім осы, Пич. Роксан үшін мен ешкім емеспін. Бірақ көресің ертең. Бобби! Мәссаған, мұна бізге ме? Тамаша. Мұнауың керемет екен, достым. Ей, менің ақшам қайда? Ұмыт барам, қазір. Чеддер! Чеддер шіркін! Дәмдісін ай. Бастайық, қыздар. Оқушылар қоғамының төрайымы ретінде оқу жылының аяқталуымен құттықтаймын. Стейси, тоқтама, құлағым сенде. Сондай-ақ келесі сенбіде мектеп бітіруге арналған керемет кеште Пауэрлайнның концертін теледидардан тамашалай аласыздар. Рахмет, көп рахмет. Ал енді алдарыңызда Мейзур мырза. Көп рахмет, Стейси. Қайырлы күн, ұлдар мен қыздар. Жыл сайын оқу жылы аяқталғанда, маған бірнеше оқушы келіп, директор мырза, жазғы демалысты қалай пайдалы өткізуге болады деп сұрайды. Ұйықтаумен, қыдырумен, киноға барумен, әсіресе... Сәлем, бойжеткен. Стейсидің кешіне барасың ба? Уақытымызды құр босқа өткізгіміз келмейді дейді. Сәлем. Жағдайың қалай, Бобби? Мазамды алмаңдар, жігіттер. Тырысып жатыр емеспін бе? Өмірде мүмкіндік деген өте көп. Мен осы ақымақпын. Қалай ғана мыналардың айтқандарына көндім екен. Әкем білсе оңдырмайтын болды ғой. Қап құдайым-ай. Қаншама спорт алаңдары бар. Өлең оқып, көбейту кестесін бәрі ойдағыдай болса екен. Мүмкін біз ғылыми кештер ұйымдастырармыз. Не?